Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгінгі таңда оқыған жаңалықтың біреуі ол министр, ұлттық экономика министрі Қаныров дейді. Сол кісі айтқан пікірі, неге қазақстандықтар дамып келе жатқан экономиканы қарамай ары қарай кедей болып жатыр дейді. Содан кейін оның жауабы айтады дейді. 2 жыл коронавирус болды. Бірінші сылтау. Коронавирус кезінде біздің экономикамыз құлдырап кетті. Біз жан-жақпен ешқандай қарым-қатынас жасай алмай қалдық. Сондай бір себеп біреуі, иә? Оған жауап айтып берсем де болады. Біз сонда коронавирусқа дейін біз құлпырып тұрған бір мемлекет болдық. Біздің жалақымыз кем дегенде айтады ғой, ең төменгі жалақы бізде 150 мың, 200 мың болып тұрды ма? Ол кезде кем дегенде жалақы 41 кем болып тұрды ғой. Бірақ та бағаларды қадағалайтын ешкім жоқ. Өкінішке орай біздің өкіметте бағаларды қадағалайтын. Күннен күнге бағалардың бағасы өсуде. Содан кейін адамдардың көбінің жалақысы тамақтан артпай қалады. Екінші сылтау айтады. Екінші сылтауда шет елдерде болып жатқан соғыс дейді. Яғни Украина мен Ресейдің соғысы. Бұлай статистиканы қараса, Ресейдің және де Украинаның экономикасы соғыс жатқанға қарамай біздің экономикадан 2-3 есе мықты болып тұр. Соны қалай түсіндіре аласыздар? Экономика министрлігі. Адамдар мына жерде бар ғой, жайдан-жай қарап отырмайды, жайдан-жай сөйлемейді. Мына бейнені жазудың алдында мен жан-жақты қарап шықтым, оқып шықтым, неше сияқты сайттарға кіріп шықтым. Ал сіздер бірдеңе айтарда дайындаласыздар ма? Дайындалмайсыздар ма? Дұрыстап өзіміздің мемлекетіміздің жағдайын зерттейсіздер ме, зерттемейсіздер ме? Мен бәрін түсінем. Шетелде болашақ бойынша оқығандарыңыз бар. Томскідағы экономикалық университетте оқығандарыңыз бар. Оның бәрі жақсы. Бірақ та неге біздің мемлекетте, біздің университеттерде оқымайсыздар? Міне сұрақ. Сонда біздің университеттердің жоғарғы оқу беретін мекемелер солардың дипломдарын менсінбейсіздер ма? Сонда бізде министр болу үшін тек қана болашақ бойынша оқу керек па? Әлде Ресейдің университетінде оқу керек па? Сондай сұрақ туып тұр. Кім не айтады? Қазақ елі. Қайтып ойлайсыздар? Соғыстың бізге әсері бар ма экономикамызға? Және де пандемия, коронавирус дейді ғой. Соның әсері бізге тиді ма экономикамыздың? Біздің экономикамыз құлпырып тұр дейді. Сол құлпырып тұр ма, жоқ па? Соны жауап берсеңіздер, пікірлеріңізді айта кетсеңіздер, қазақ елі. Өте қызық болушы еді. Себебі мен ол кісілермен айтқандарымен келіспеймін.